Тұрмыс құрғаныма 5 жылдай болды. Осы отбасына келін болып түскелі Аллаға шүкір. Ата-енеммен, қайынсіңліммен де сөзге келіп, шәй деп көрмеппін. Міне бірнеше күн болды. Қайынсіңлім екеуміз мүлде сөйлеспейміз. Бір үйде тұрсақ та, бөтен адамдар секілді жүрміз. Бұрын екеуміз бір-бірімізге сырымызды айтып, күліп ойнап жүретінбіз. Осыдан бір аптадай бұрын мен қайынсіңлімнің өзінен 10 жас үлкен жігітпен сөйлесетінін білдім. Екеуі біраздан бері сөйлесіп, кездесіп жүр екен. Оның қандай жігіт екенін, немен айналысатынын қайынсіңлімнен сұрасам, аса ештеңе айтпайтын. Сол жігітпен жүргелі бері қайынсіңлім біртүрлі өзгеріп, тұйықталып кетті. Жігіт телефон соқса басқа жаққа тығылып сөйлеседі. Бұрын өзін ұнатқан жігіттер туралы маған бәрін айтатын. Екеуміз бірге отырып талқылайтынбыз. Қайынсіңлім өзім сүйкімді, еңбекқор, жақсы қыз. Мен оның бағалшылсын деп басқа бір отбасына келін болғанын қалаймын. Сондықтан да мен онымен ашық сөйлесіп, жеңгесі ретінде кеңесімді бергім келген. Кездейсоқтық десе де болатын шығар. Мен қайынсіңлім сөйлесіп жүрген жігіттің отбасылы, балалы шағалы екенін біліп қалдым. Біздің қыз оның отбасылы адам екенін біле тұра, одан бас тартқысы жоқ. Ол мені жақсы көреді, әйелімен ажырасады деп қояды. Ол өзінің еріккен еркектің ермегі болып жүргенін түсінгісі келмейді. Мен оған ақылымды қалай айтсам да тыңдағысы келмеді. Оны райынан қайтара алмағанымды білген соң ағасына айттым. Жолдасым қатты ашуға булықты. Қандай аға өз қарындасының балалы шағалы еркекпен көңіл қосқанына бейжай қарайды дейсіз? Күйеуім қарындасына қатты ұрысты. Екінші ол жігітпен жүргенде еститін болсам, өз қолымен өлтіріп тастаймын деп айқайлады. Өз әйелі бола тұра, жас қыздардың басын қатыратын еркектердікі не қылық осы? Күйеуімді сабырға шақырып, ақылмен түсіндір десем де ашуға жеңдірді. Содан бері қайынсіңлім маған бұрылып та қарамайды. Қатты өкпелеп қалды, сырын ашқаным үшін. Бірақ мен үндемей жүре берсем, ертең не болатынын Құдай біледі. Сондықтан күйеуіме айтқаным дұрыс деп ойладым.